Сәлеметсіздер ме, 8-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода қазақ тілінен 2-ші тоқсанға арналған бірінші быжырбы жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: мәтінді мұқият тыңдаңыз және сұрақтарға жауап беріңіз. Неге түлектер қажетті кәсіп түрлерінен хабарсыз? Себебі мектеп түлектеріне мамандық таңдауда бағыт беретін нұсқаулықтың жоқтығынан, сондықтан да түлектер бүгінде қандай мамандықтың сұранысқа ие екенінен және қай мамандықтың жойылып кеткенінен бейхабар, заман талабына сай қандай жаңа мамандықтардың пайда болып жатқанын білмейді. Бұл проблема қалай шешімін таппақ? Алдағы 5 жылда сұранысқа ие болатын жаңа 100 мамандық жайлы энциклопедия жарық көреді. Салтанат неліктен бос жүр? Өз мамандығы бойынша сұраныс аз болуынан жұмыссыз жүр. Неге жоғары оқу орнын бітірген жастардың жұмыс жасауға ниеті жоқ? Жас түлектердің көпшілігі тегін оқу деп жаны қалайтын мамандық бойынша оқуға түспейді. Қалған мамандығын меңгермеген соң қолында дипломы болғанымен жұмыс істеуге құлқы болмайды. Екінші тапсырма: Ерсайынның пікірінше, оқу бітірген жастардың көп бөлігінің өз мамандығы бойынша еңбек етпеуінің себебі неде? 4 сөйлеммен өз ойыңызды тұжырымдаңыз. Менің ойымша, өздері қаламаған мамандыққа түскендіктен және таңдаған мамандықтары сұраныста болмағандықтан деп ойлаймын. Себебі түлектердің көбісі ақысыз оқу деп жандары қаламайтын мамандық бойынша оқуға түседі. Тек грантқа ие болуды ойлап, таңдаған мамандығына сұраныс бар ма, бітірген соң жұмыс таба алады ма, оны ойламайды. Оған дәлелім, мектеп бітірушілердің 20-30% ғана мамандықты дұрыс таңдайды. Қолына диплом алғандардың 90% өз мамандығына сай жұмыс таба алмайды. Қорытындылай келе, тек грантқа ие болуды ғана ойламай, өзіңнің жаның қалаған және сұраныста болатын мамандықты таңдау қажет. Осымен быжырбы жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.